Біз алға Қазақстан оппозициялық партияның мүшелері, партия лидері саяси тұтқын Марат Жыланбаевқа жасалып жатқан қатыгездік пен адам құқығын өрескел бұзуға байланысты үндеу жасаймыз. Марат Жыланбаев түрмеде ауыр жағдайда отыр. Оған сөйлеу құқығы, жүгіру, сурет салу, дене шынықтыруын жасау сияқты қарапайым адам құқығы берілмей отыр. Марат спортшы, оған қозғалыс қажет, бірақ оны серуенге де шығармай қойды. Ол бірнеше рет адам құқықтары жөніндегі уәкіл Артур Ластаевтың атына өтініш жазды, бірақ жауап жоқ. Ластаев үнсіз Марат Жыланбаевтан бас тартып отыр. Бұл тікелей өзінің қызметтік міндетінен бас тартуы. Марат соңғы үмітін жоғалтқанда аузын скрипкамен тігіп тастады. Бұл адам төзімінің шегіне жеткенін көрсетеді. Одан кейін түрме қызметкерлері қатыгездіктің 30 скриптаны жуып тастады. Қазір Марат аштық жариялады. Ең сорақысы, Марат телефон соғу мүмкіндігінен айырылды. Бұл азаптау, бұл әрекет жеке адамды жүйелі түрде жою. Сонымен қатар түрме бастығының орынбасары Қожин Маратта қысым көрсеткен туралы өз қорғаушысына хабарлады. Біз Артур Ластаевтың әрекетсіздігін айыптаймыз. Егер ол өз міндетін атқара алмаса, орнын босатсын. Біз халықаралық құқық қорғау ұйымдарын бұл жағдайға көз жұмбауға шақырамыз. Марат жалғыз емес, біз көппіз. Марат Жыланбаевқа бостандық! Алға Қазақстан!